Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздерге видео обзор жасайын деп шештім. Некен андай орындықтарға, заказға бізге сондай бөстектер түскен болатын. Бұл жыртыстар, көріп тұрсыздар, иә, жасыл мына жерде темныйрақ, мына светлыйрақ, мінекей. Осылайынан пар-парный жасадық. Ортасын қызыл жасағаннан кейін шетін қызыл жасадық. Кейін фиолетовый мен көк. Осы түрден. Бұл жерде бізде квадраттар 19-дан 19. Сіздер кішкене кішірек жасасаңыздар да болады. 17-ден 17 қылып, 3 қатардан, бізде 4 қатардан болып тұр. Ішіне ватин салынды. Ватин 4 қабат, сырылған ватин. Ортасында. Мына жерде бізде көктем басталып тұр. Ішінде қалып жатыр мінекей. Суреттері полностью ішінде қалып жатыр, көрдіңіз. Мына жерде уже сыртына шығып кетті мына жері. Мінекей, мына ішінде қалғаны дұрыс. Ол үшін сіздер так, мына жерде 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Егерде мына фиолетовыйды ішінен қалтырам десеңіздер, мынандай қалмасын десеңіздер, оны мына сыртқыдан бастау керек. Көктен бастау керек, көк центрда тұру керек, сол кезде мынау іште қалады. Мына жерде көктен бастаған 1, 2, 3, 4, и былай қарай 4, былай қарай 4, былай қарай 4. Көрдіңіз, сыртында кететін матадан бастасаңыз ортасын, сол кезде мынау жаңағы ішінде қалып отырады, әдемі болып шығады. Мынау бізде біреу ғана осындай шықты. Қалғандары мінекей барлық ішінде болды. Әдемі болды. Толщинасы осындай. Астында біздің матамыз бітіп жатыр, бітті бұл матамыз. Жұмсақ. Егерде мына жерде сіздерде байлайтын болса, мына жерге бау тік жерсеңіз болады артында. Мынау ары бері қозғалмай байланып тұратындай. Размер бізде қазір 40-та 40 болып шықты. Мынау лентамыз бізде 3,5 сантиметрден ені, шетіндегі матасы 5 сантиметр. Осындай әдемі болып шықты. Өздеріңізге үйге осылай тігіп алсаңыздар болады, болмаса заказға тіксеңіздер болады.